Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Қазақ халқының бейбіт шеруі билік тарапынан арандатылды. Мейлі бұл жерде бір кландарды оған кінәлі қылсын. Мейлі ол кландар шын мәнінде қол қанға маңды десін. Бәрібір ол билік. Мейлі ол биліктің қай кланы болсын. Мейлі ол биліктің оң кланы, мейлі сол кланы. Осының бәрін біріне бірін арпыстырып, шарпыстырып, бірімен бірін итше ырылдатып тәрбиелеген, төбесінен қарап отырған Нұрғауын емес па? Қазақстанда қазіргі қалыптасқан бейшара жағдайды, сұмдық жағдайды барлыққа әкелген сол Нұрғауын емес па? Енді ол Нұрғауын өзін судан, тұнық сүттен ақылып, барлық нәрсеге сол жаңағы аталмыш тұтқындалғандарды, сол адамдарды кінәлі қылып қойып, өзі әшейін түкке шамасы жетпеген бейшара шал болып отыра қалмақ па? Шал кет деп айғайлаған миллион қазақтың үні қайда қалды? Иә, билік есі шығып, бұл бәлені кімге артарын білмей отыр. Біресе шетелдегі күштер дейді, біресе террористер дейді. Бұл анығында сол газдың бағасын қолдан өсіріп жіберген кезде, сол ашу ызаға булығып, не істерін білмеген қарапайым халықтың тірлігінен шықты. Газдың бағасы өскеннен кейін, газелдердің, камаздардың бағасы өседі. Себебі не? Бәрі қымбат бензинді жаға алмай, арзан газ жағып отыр. Қазақстан дейтін мұнайға бай елде неғып халық газ жағады деп бүкіл дүние жүзі аңтар. Олар білмейді Қазақстанда мұнайға бай елде бензиннің, сәлеркенің зәрден қымбат екенін, халық шарасыздан көліктеріне газ жағатын аспапты орнатқанын, сөйтіп оныған бәленбай ақша шығындап, өзінің кәдімгі бензин жағатын, сәлерке жағатын көлігіне газ жағатын аспап орнатқанын, оған қырғын ақша кеткенін, бәленбай мың компания осындай сервис жасағанын, шетелден сондай аспаптарды кіргізетінін, ал сол бейшара халық бензин мен сәлеркеге қолы жетпей, газ жағуға мәжбүр болған. Енді сол газ екеш, газдың өзі мына сұмырай, алпауыттар, монополдар, қазақтың құдай берген байлығын меншіктеніп алған сұмырайлар бағасын өсіргенде, барар жер басар тауы қалмаған, өмір сүруден мүлде жолы болмаған, заттың бағасы, тасымалдың бағасы өсіп кетіп, тірліктің ешқандай мүмкіндігі қалмаған қазақ халқы енді жоқшылық пен аштыққа, жұмыссыздыққа шыдамай ереуілге шыққанын мынау дүние түсініп жағасын ұстап отыр. Бізге ол түсінікті болғанмен дүние түсініп аң-таң қалып отыр. Осындай кең жерде бұл халық неге сонша бақытсыз деп. Осындай мұнайлы елде бұлар неғып газ жағады деп жағасын ұстап отыр. Ал сол газ екеш газды айналасына үрім бұтағына, құлыбайыбына беріп қойып отырған кім? Нұрғауын емес па? Тағы бірі, мынау құлыбайыптан құтылмай, құлдықтан құтылмайсың. Құлыбайып құрмай, жақсылық болмайды қазақта. Құлыбайып қазақты құлданушы, езуші тап. Шалдың бүкіл үрім бұтағы, бүкіл туыс туғаны, бүкіл құда жек жаты, айналасы, тұтасымен сотталуы керек. Шалдың өмірін ұзартуға жұмыс істеген бүкіл адам, барлық салада, бәрі сотталуы керек. Қазіргі билікте отырғанның біреуі қалмай, бәрі кетуі керек. Депутаттарда, министрлерде, бұрын соң үкіметте болғанның бәрі кетуі керек. Ал ешқашан билікте болмаған қазақтың азаматтары жетеді. Жетеді мына жерде. Қарапайым адамдардан құрылған қаншама мемлекет бар. Және бірі, қазақтың күштік құрылымындағы қолында қару ұстағандарға айтамын. Бүгін қолыңа қару ұстап, адамның өмірін ойыншық санама. Себебі, екі Германия бірікпей тұрған кезінде, 1993 жылы бірігудің алдында, орыс басқарып отырған, совет басқарып отырған социалистік Германиядан, Америка мен Еуропа басқарып отырған демократиялық Германияға қашады. Берлин қаласында үлкен Берлин қорғаны деген қорған бол. Бір Берлинді ортасынан қорғанмен соғып, екіге бөліп тастаған. Сол заманда азаттықты, еркіндікті, жақсы өмірді аңсаған немістің жастары жаңағы бір қаланың ішінде Берлин қаласындағы соғылған дәу қорғаннан құжынаған қалың әскердің, қарудың болғанына қарамай қашады.
тірі қалса ан жаққа барып жәннат өмір сүреді, ал мында қалса орыстың тепкісінде социалистік Германияда құл болып өмір сүреді. Дәл сол кезде тағы бір кезекті қашады. Мыңдаған адам қашады. Сондай бір кезекті қашу кезінде орыстың шылауындағы социалистік Германиядағы шекара күзетшісі бір жас жігітті атып өлтіреді. Және сол үшін марапатталады. Екі Германия біріккеннен кейін орыстың ықпалынан құтылған тәуелсіз демократиялық Германия құрылған кезде әлгі шекарашы немістің солдатына сот ашылады. Ол мен бұйрықты атқардым, мен шекара күзетінде болдым, маған тек шекараны бұзғандарды ескертусіз атасың деді дейді. Ол бұйрық атқарды, менің міндетім шекара күзету дейді. Дәл сол кезде оның адвокаты да өзі де мың жерінен ақталып, оның тек бұйрықты атқарғанын дәлелдесе де, демократиялық тәуелсіз бірлескен Германиядағы сот заң менен мораль, заң менен адамның ары қатар келгенде ар заңнан жоғары тұрады дейді. Сенің арың анау әділетсіз заңды неге көтерді? Сен сол кезде мылтығыңның үшін 1 миллиметр жоғары көтермедің ба? Сенің ату құқың бар, бірақ дәл атпауға да болатын еді ғой дейді. Сол мылтығыңның үшін не үшін 1 миллиметр көтермедің деген ол сөз бүкіл адамзатты дүр сілкіндірген сөз болып, адамзаттың сот тарихындағы ең керемет маржан сөз болып жазылып қалды. Сөйтіп, жаңағы бұйрықты атқардым деген орысшылауындағы Германияның солдаты болған неміс әскері сотталып кетеді. Қан жібермейді. Қан ол дүние түгілі бұл дүниеде жібермейді. Бір адамды өлтіру, тұтас адамзатты өлтірумен тең деп дінімізде айтады. Сондықтан қазақтың азаматына оқ атқандар, сендер түбі жазасын көресіңдер, бұйрық атқардық, жоғарының бұйрығы демеңдер. Қан жібермейді, басыңа келеді, ұрпағыңнан қайтасың, қорлықпен өлесің, қор болып өлесің. Сондықтан мынау қазір міне бүкіл дүние жүзі шулап жатыр. Қазақстанда болған сұмдық оқиғаға, әсіресе ескертусіз атыңдар деген президенттің бұйрығына бүкіл дүние жүзі өре түрегеліп жатыр. Ертең сендерді мынау қазіргі бұйрық беруші президент ақтай алмайды. Құдайдың алдында да ақтай алмайды. Адамның алдында да ақтай алмайды. Қазақтың қаны бейуаз қан төгілмесін. Бейуаз адамдар, әділеттік теңдік сұраған адамдар нақақ өлмесін, нақақ ажал құшпасын.